Енді бізде мынандай спор болды да жігіттердің арасында. Енді бастап жатқан кәсіпкерлер бар. Енді жаңағыдай студенттер жұмыс жолына, еңбек жолына енді түскендер бар да. Сол моментте көбінесе сүйікті істі таңдаған дұрыс па, әлде бірінші жаңағыдай ақша табатын іске барған дұрыс па? Ақшаң жоқ деп табысың жоқ қатты. Енді бастап жатқан кезде ше. Бұл жерде маған да ондай сұрақтар келеді. Бұл жерде екі нәрсе ғой. Біріншіден қараңыз, мен айтамын ғой, мына гигиеникалық жетістікке жету керек деңгейге. Базовый. Енді ішетін асың, киінетін киімің дұрыс болу сондай деңгейге жету үшін. Сонда жастар сұрайды, бірінші соған ақша тауып, сосын сүйікті жұмысын іздеген дұрыс па? Жоқ, мен айтамын. Бұл жерде бұл не емес қой, сүйікті жұмыс деген ол Rolls-Royce Mercedes сияқты емес. Бірінші ана Toyota Camry'ді алып, сосын оған ақша жеткеннен кейін Mercedes алу. Мәселе онда емес қой. Сүйікті жұмыс табудың мәні ол сенің тиімділігіңді, эффективностьті көтеру деген сөз. Әрине сен былай да істеуіңе болады. Бірінші бір жұмыс істеп, кішкене ақша тауып, сосын сүйікті жұмыс істеуіңе. Бірақ басынан бастап сен сүйікті жұмысымен айналсаң, сен сол ақшаны 2-есе, 3-есе оңайырақ табасың. Саған жеңіл беріледі. Бірақ уақыт ұзақ болуы мүмкін ғой. Мысалы үшін қараңызшы, бір адам айталық, мысалы үшін әнші, болмаса ютубер, мысалы айталық. Ол аудитория жинау керек, оған бір 2-3 жылдан кейін барып, айталық, ол өзінің қалаған суммасын 200 мың теңге табады мысалы үшін. Бірақ ол қазір Гловаға, болмаса Яндексте таксист болатын болса, ол ақшаны сразу табады. Мысалы үшін 3 жыл күтпейді. Осы жерде не болады? Ондай болады, ондай гэп дейміз енді ағылшынша айтқанда. Уақыт сәйкес келмейді. Мына жерде әлі мынау табыс көзі болған жоқ, сен мына басқа бірге жұмыс істеуің керек. Ол әрине бір жаңа өсудің бір саты. Бір бақытты адамдар, сәті бар адамдар, олар бірден тауып алады, өзінің сүйікті жұмысын тауып алады, сонымен кетсе, олардың тиімділігі керемет болады. Ал кейбір адамдар ана сүйікті жұмысын біліп отырса, одан ақша табу көзін әлі жасай алмады да, сондықтан мына жұмыспен айналысуға мәжбүр болады. Әрине істеу керек, деңгейге жету керек ондай. Өйткені бірақ кез келген қандай жұмыспен айналыссаң да жұмысыңа мән беру керек. Мән бергенде смысл дейді ғой. Мағына беру керек та. Мағына беру керек. Өйткені мәселе тиімділік неден бастады? Мынау миссия деймін ғой. Мен миссия туралы көп айтамын. Миссия деген сенің өміріңнің мағынасы. Сен бұл өмірге не үшін келдің деген сұраққа жауап қой. Егер сен ертерек сол сұраққа жауап берсең, онда барлық сенің әрекеттерің тиімді болады өмір бақи. Сен мынандай зигзаг болмайды да. Ал егер мысалы оған жауап бере алмасаң, онда бір күні мынаумен айналысасың, сосын мынаумен өмір бақи бір бақытыңды іздеп қуып жүрген бір жалған дүниені қуып жүрген адам боласың. Сондықтан неғұрлым ертерек тапсаң, соғұрлым сен тезірек тиімді болып бақытты боласың. Ал енді бұл жерде былай. Кейде мысалы маған үлкен кісілер жазады, 60-тан асқан, 65-тен асқан бір кісі жазды маған. Айтады, менің жасым келіп қалды, мен миссия іздейтін уақытым жоқ дейді. Мен бітті уже, қандай миссия, бірақ бақытты болғым келеді. Мен айтам, ол үшін қазіргі күнге дейін істеп жатқан жұмысыңызға мағына беріңіз. Мағына. Мен бір айтатын бір притча бар, притча енді история. Әңгіме. Соны мысалы бір күні бір ақсақал өзінің шәкіртімен жөнінде мешіттің жанында өтіп бара жатты. Сонда өтіп бара жатса, құрылысшылар ремонт жасап жатыр екен жаңағы мешіт. Сосын біреуден сұрапты, сен немен айналысып болсын десе, ол айтты, мен мына цемент тасып жүрмін, мына жерге штукатурка жасап жатырмын. Сосын өтіп бара жатса, мынау дворник бар ғой, сыпыратын, нені тазалайтын, жолын тазалайтын. Содан сұрапты, сен жұмысың неде десе, ол айтады, мен Аллаға жол ашып беріп отырмын дейді. Енді орысшасы я чищу дорогу к храму, қазақшасы примерно Аллаға жол ашып беріп, Аллаға емес, Аллаға баратын жолды ашып беріп отырмын. Алланың үйіне баратын жолды ашып беріп отырмын. Сонда көріп отырсың ба, былай күнделікті былай көзқараспен қарасаң, ол жай сыпырғышпен дворник тазалап отқан, бірақ көріп отырсыз ба, қандай мән беріп отыр, мағына беріп отыр өзінің жұмысына. Адам өзінің жұмысына мағына бергенде ол басқаша көзқараспен қарайды. Өйткені жай дворник ол жай сыпыра салады, а бұл жоқ, әрбір мына бордюрмен жолдың арасында мына іргесі бар ғой, соған дейін тазалап, әдемі қылып тазалап, сондай өзінің жұмысына сондай көзқарасы сондай болады да, үлкен ықыласпен қарайды жұмысына. Сонда ол егер жұмысына үлкен ықылас бөліп қараса, оның жұмысы қандай болады? Сапалы болады.
ал сапалы жұмысы болғаннан кейін әрине оны басшысы жұмысын көреді, көбірек ақшасын төлейді, сөйтіп бәрекет келе бастайды да, келе бастайды. Бұл жерде сосын көптеген мысалы жастардың, мен байқағаным, жастар негізі дұрыс сұрақты қоя алмайды. Мысалы көбісі маған айтады, мысалы мына жетістікке жету жолдары қандай, қалай жетістікке жетуге болады дейді, сондай. Сонда оны мен көп адамдарға, мысалы өткен жолы неде бір завтракта неткем, сөйлегем, орыстардың бизнесмендері. Мен айттым, сендер өздеріңді естіп отырсыңдар ма деймін. Сендер жетістікке жету жолын сұрап жатқан жоқсыңдар. Жетістікке жету жол миллион, көп. Сендердің дұрыс сұрақ жауап беріңдерші. Сонда дұрыс сұрақ жауап бер, дұрыс сұрақ қоя алмады. Дұрыс сұрақ қоя алмады. Сонда мен айттым, сендердің дұрыс нақты сұрақтарыңды айтайын ба? Сендердің сұрақтарың былай. Барлан, бізге жетістікке тез жету жолын. Тез дейді ғой. Сендер көздеп жатқандарың жетістік емес. Көздеп жатқандарың тез. Срочно дейді. Срочно. Өйткені жетістікке жету жолын сұрасаңдар, онда көп қой. Интернет толы, коучтар көп. Бірақ сендерге ол ұнамайды ғой. Неге ұнамайды? Өйткені сендер тез жеткілерің келеді. И сондықтан сендер бір коучтан екінші коучқа жүгіресіңдер, өйткені мүмкін мынау бір тәсіл айтып қалар, мынау бір амалын айтып қалар, өйтер деп. Сондықтан мына жастардың проблемасы, мына мысалы байлар мен кедейлердің арасындағы мысалы, мына байлардың көбісі бай болу себебі олар өзінің сүйікті жұмысымен айналысады. Ал мына кедейлер көбінесе сүйікті жұмысын іздемейді, олар тәсіл, амал, тез техникаға құрал, сондай, сол бір құпия, сондайларды іздейді да, бірдеңені тауып алсам, тез істеп кетсем, тез жетсем екен деп. Ал ол исламға қарсы келетін нәрсе, қарама-қайшы. Өйткені исламда тікелей айтылған ғой. Бәракатты мен сабырға берем деп. Сабырлық деген ол бәракаттың бастамасы. Егер сабыр сақтасаң, ол сабырлық өзі екі нәрседен тұрады. Бірінші сабырлық ол күту білу, асықпау. Екінші ол төзімділік, шыдамдық. Бір құлағаннан тұрып кету, ары қарай сол сияқты ғой. Сондықтан мен жастарға айтамын, сендер сұрақты дұрыс қойыңдар. Егер сендердің сұрақтарын мен қазір дұрыс сұраққа аударсам, онда сендердің сұрақтарың Марданаға мына жетістікке қалай тез жете алсақ деген сұрақ. Оған менің жауабым жоқ. Кешіріңді де. Өйткені жетістікке жету жолын мен айтып берем, ол миллион жол. Бірақ қараңыз, жетістікке жету жолдар көп. Бірақ жетістікке жетпеу жолдары санаулы. Қалай жетістікке жету жолдары? Миллион? Көп. Жетістікке жетпеу жолдары? Санаулы. Сонда жетістікке жетпеу жолын қарастыру керек қой. Ең бірінші жетістікке жету жолдарын зерттемеу керек. Жетістікке жетелемейтін жолдарды білу керек. Қашу керек. Содан қашу керек. Бұл жерде гректердің бір данышпан тәсілі бар, виа негатива деген. Керісінше ойлау. Жетістікке не апармайды деген нәрсені содан қашу керек. Қалғандардың бәрі егер мысалы, егер жалпы айтатын болсақ, егер сен сүйікті ісіңмен айналыссаң, сүйікті ісің, және жетістікке апармайтын жолдарды білсең, осы екі нәрсе былай жетеді. Болды. Басқа ештеңе керек жоқ. Өйткені сен су ішкің келгенде, су табу амалын табасың. Біреуден сұрап ішесің, біреуден тартып алып ішесің, жүгіріп колонка барып келесің, сатып аласың, анау суп, анау не полотенцені сығып аласың, әйтеуір бір амалын табасың. Сондықтан орыстарда бір жақсы не бар, бір философта айтылған. Егер дейді адамда мынандай сұраққа жауап болса дейді, зачем, не үшін деген, онда қалай деген сұраққа ол жауабын өзі табады. Дұрыс сұрақ, жарты жауап. Не үшін деген сұраққа жауап болса, онда қалай деген сұраққа жауапты өздерің анықтап боласыңдар. Проблема жастардың көбісі қалай деген сұраққа жауап іздейді да, қалай, тәсіл іздейді, құрал іздейді, әдіс іздейді, құпия іздейді, сол сияқты ғой. А не үшін деген сұраққа жауап бермейді. Сондықтан жаңағы сүйікті жұмыс деген, миссия деген, ол не үшін, ол немесе жұмысыңа мағына бер дегенде, ол кез келген жұмыстан адам мағына таба алады. Кез келген, мысалы, сен кез келген шопыр болып жүргеннің өзінде шопыр болып сезінбе. Мысалы, мына кедей адамдардың көбісі
өзінің қазіргі жағдайын ойлайды. Өсетін бала ол өзінің кім болатынын ойлайды да. Ұзаққа қарай алады ғой. Иә, кім болады? Қазіргі жағдайына қарамайды. Ана шалбары жыртық екен, дұрыс астына ақша жетпейді неткен, оған зейіні ондай емес. Зейіні қандай, ол қандай болатынында. Менде қазір не жоқ емес, менде не болады, иә? Не болады? Мен кім болады деген сөз. Менде қазір не бар емес, менде не болады. Мен кім емес, мен кім болам деген мәселе сонда. Біздің ата-бабаларымыз жерді білектің күшімен, найзаның күшімен десе, мен қазіргі заманда айтам, ол ақылдың күшімен, зейіннің күшімен өмір сүретін заман қазір. Ақыл мен зейін, осы екі ақ нәрсе қазір. Зейін фокус, иә, чтобы не болсын, иә? Зейін деген фокус, внимание. Өйткені қазіргі әлеуметтік желілерді алсаң, олардың барлығын істейтін, олар сендердің зейіндеріңді аулау. Өйткені қазіргі экономиканы қарасаңдар, бұрын былай болатын. Сен бір тауар шығарасың. Егер сол тауар шығаратын заводтың иесі болсаң, сенің өмірің уже бітті. Сен өмірің біткенше кейін кайфовать етіп жүресің. Болды, сен тауар шығаратын заводтың иесі. Қазір ондай емес. Мына келе жатқан заман былай. Бірінші адамның зейінін қағып алу керек. Бірінші адамның зейінін қағып алу керек. Ол бір. Екінші,